Сәлем достар, бүгін мен сендерге 2011 жылы жарық көрген Челюсти 3D деп аталатын фильмді айтып беретін боламын. Жас жұп көлде шомылып жүр, жігіт судан фургонға қарай кетеді, ал қыз суда қалады. Кенеттен оны бір нәрсе ұстап алып, ары-бері жұлқылай бастайды. Көлдің суы қып-қызыл қанға боялды. Фургоннан шығып жатқан музыкадан қыздың айқайы естілмейді. Сөйтіп қызды су астына тартып алып кетеді. Малик есімді жігіт Никтің бөлмесіне кіріп келіп, сен маған көмектескендіктен мен жақсы баға алдым, енді стипендия алатын болдым деп қуанады, және осыны атап өту үшін көлге барайық дейді. Малик өзінің қызы Маяға ұсыныс жасамақ ойы бар. Достар жолға шығады. Олар жанармай бекетіне тоқтап өз шаруаларымен кетеді. Сұлу қыз Сара өзіне Никтің ғашық екенін білетінін айтады. Құрбысы Бетта оны қолдап мүмкіндіктен айырылып қалма дейді. Көл кәдімгідей алыста, ұялы байланыс әрине ұстамайды, бірақ та достар уақытты көңілді өткізу үшін бәріне дайын. Жігіттер дүкеннен ішімдік сатып алады. Жанармай бекетіне пикап келді. Екі ер адам Маяға ұятсыз пікірлерін білдіреді. Малик оның жағасынан алады. Сол кезде Сара келеді. Ол бұзақылардың бірін таниды екен. Денис Сараның ескі танысы. Сөйтіп олар жан-жаққа таралып кетеді. Белгіленген орынға жету үшін жастар катерге отырады. Сара рульге жайғасты. Ол бар жылдамдықпен зулап келеді. Олардың арттарына жағалау күзеті түсті. Достары қызға катерді баяулатуын сұрайды, алайда ол жай ғана жымиып, одан сайын жылдамдықты арттырады. Олар көл жағасындағы үйге жеткенде полиция Сараны танитын болып шықты. Қыз осында өскен екен. Шериф оларға жақсы демалыс тілеп, ертең тексеріп келемін дейді де кетіп қалады. Демалыс басталды. Достар жағалауға жайғасып, көлдің ортасындағы аралда уақыттарын керемет өткізеді. Малик, Ник, Майя, Блейк суға шығады. Олар серфте сырғанайды. Малик әртүрлі трюктер көрсетіп мақтанады. Ол судан белгісіз затты байқап, Никке жылдамдықты арттыр деп айқайлайды. Сол сәтте ол байқаусызда құлап түседі. Достары оның епсіздігіне күліп, оған көмектесу үшін катерді бұрады. Жағалауда жатқан Сара Маликтің судан шығып келе жатқанын көреді. Оның бір қолы жоқ. Ол есінен танып құлап түседі. Шошып кеткен достары оны көтеріп жағаға шығарады. Және оған көмектесуге тырысады. Байланыс жоқ. Бәрін өздері істеуге тура келеді. Олар бұған Никті кінәлайды. Ол катер мен Маликтің қолын кесіп кеткен шығар дейді. Олардың арасында жанжал туындайды. Қыздар оларды тоқтатады. Қазіргі уақытта ең маңыздысы Маликке көмектесу. Ник медицинада оқиды, сондықтан да Сара оған не істеу керектігін білесің дейді. Жігіт іске кіріседі. Ол қанды тоқтату үшін қолды мықтап байлайды. Сөйтіп өзі Маликтің жұлынған қолын іздеу үшін суға секіріп кетеді. Ол жақтан ол акуланы байқайды. Жігіт жағалауға қарай жүзеді. Соңғы сәтте судан шығып үлгерді. Және де қолды да алып шығыпты. Олар катерге отырып хирург іздеп шығады. Аурухана 2 сағаттық жерде. Ник, Сара және Майя Маликпен бірге жолға шығады. Ал қалғандары аралда қалады. Бір кезде катер қатты сілкініп кетеді. Бұл шабуылдап жатқан акула. Майя суға құлап кетеді. Достары оған құтқару шеңберін лақтырады. Қыз одан мықтап ұстайды, және Сара алға қарай жүреді. Оларды акула қуалап келеді. Ник Майяны шығару үшін арқанды бар күшімен тарта бастайды. Жыртқыш қуып жетіп қыздың аяғынан тістейді. Соққыдан қозғалтқыш кептеліп қалады. Катер бар жылдамдықпен жерге қарай зулап барады. Достар қайықтан секіріп түседі. Катер соқтығысып жарылып кетеді. Жағалауда қарап отырған студенттер болған жайтты көріп шошып кетті. Олар достарына судан шығуға көмектеседі. Гордон көмек шақыру үшін аспанға ракета атады. Кешке кемежайдан жігіттер Денис пен Редті көреді. Осылармен жанармай бекетінде ерегісіп қалған болатын. Достарды тыңдаған жергілікті жігіттер Маликті қайда апару керектігін шешеді. Жігіт қансырап жатыр. Оған дереу дәрігердің көмегі керек. Денис кемежайға барып, сол жақтан тікұшақ шақыртайық деп ұсыныс жасайды. Бет олармен баруға жиналады. Гордон оны жалғыз жібергісі келмей, ол да жергілікті жігіттерге еріп шығады. Және де Денис пен Ред, біз жыртқыш акуладан қорықпаймыз, бізде қару бар дейді. Ник, Сара, Блейк және Малик аралда қалады. Малик Майяның өлгенін әлі білмейді. Ол Майяға ұсыныс жасасам бас тартама деп уайымдайтынын айтады. Сол кезде Блейк қыздың өлгенін айтады. Ашуға мінген Малик қолынан найза алып жағалауға келеді. Ол акуланы өлтіріп кек қайтаратын ойы бар. Ник бұның ақымақтық екенін айтып, оны тоқтатуға тырысады. Алайда ызаға булыққан жігіт оны тыңдамай көлге қарай кетеді. Қанның иісі сол сәтте акуланың назарын аударады. Акула жігітке тап берді. Ол найзаны соғып үлгерді. Осыны жағада бақылап тұрған Ник ойланбастан досына көмекке жүгіреді. Осы уақытта Денис катерді тоқтатып, Гордонға тапанша тақап суға секіртіп бұйырады. Жігіт олай істемеген соң оны атып жібереді. Ол суға құлайды. Акула сол сәтте оны жеп қояды. Сөйтіп бұл көлге акулаларды жіберген осы екеуі екен. Олар шошып кеткен Бетті шешінуге мәжбүрлейді. Сосын кеме жанындағы торға тастап жібереді. Сөйтіп екеуі акуланың балалары қызды қалай жеп жатқанын бақылап мәз болады. Аралда достар өлтірген акулаларын тексере бастайды. Олар акуланың өлігінен камера тауып алады. Блейк Маликтің қалай қиналып жатқанына шыдай алмай, оны кемежайға гидроциклмен апаруды шешеді. Бұл жерге келген шериф акуланың өлгенін көріп таң қалады. Сол кезде Сара мен Ник шерифтің болған жағдайлар туралы білмейтінін түсінеді. Бұл дегеніміз Денис пен Ред әлі кемежайға жетпеді дегенді білдіреді. Шериф рация арқылы көмек шақыртады. Сөйтіп оларға жергілікті күш жоғалып кеткен студенттерді іздеуге шықты деп айтады. Күтпеген жерден Ник есінен танып қалды. Шериф Сараға су алып кел дейді. Қыз шерифтің рациясынан дауысты естиді.
Ол беттің шаруасын бітірдік, ендігі кезек Саранікі деп жатыр. Бұл былыққа шерифтің де қатысы бар екенін түсінген Сара қолына пышақты алып шерифке жақындайды. Алайда оны Денис ұстап алып, оны ұйықтататын оқпен атады. Өздерін қуып келе жатқан акуланы көрген Малик суға секіріп кетеді. Акула оны жеп жатса да мүлдем қарсыласпайды. Досының өлгенін көрген Блейк бар күшімен алға жүреді. Алып акула судан секіріп шығып, жігітке еш мүмкіндік берместен басынан тістеп алады. Ник үстелге байлаулы тұрған күйінде есін жияды. Қасында ашық люк. Ал ол жерден жүзіп жүрген акулалар байқалады. Шериф оған өзінің серіктестерімен бірге 1 айдан астам уақыттан бері акулалардың адамды қалай жейтінін түсіріп жүргенін айтады. Сөйтіп ол видеоларды көп ақшаға сатады екен. Ол жігіттің аяғын қанатып, музыканы қаттырақ қояды. Ник оттықта әреңдегенде қолын алып, қолдарын босатады. Сосын оттықта жанармай толы канистрға лақтырып жібереді. Шериф сол сәтте отқа оранып, инстинктивті түрде суға секіріп кетеді. Ник люктың есігін жауып тастайды. Осылайша шериф акулалардың кешкі астарына айналады. Таң атып келеді. Денис Сараны темір торға қамап, су түбіне тастауға дайындалып жатыр. Қыз босатшы деп жалынуда, алайда жігіт оны мүлдем тыңдамайды. Ол жерге жетіп келген Ник ретке тапаншаны тақап тұрып, Дениске торды көтер дейді. Денис пышақты лақтырады. Ол досына тиіп, рет суға құлайды. Екі жігіт алысып кетті. Ник Денисті суға итеріп жіберіп, торды көтере бастайды. Алайда психопат тросты кесіп жібереді. Сара темір тормен бірге су түбіне кетеді. Ник қызға көмектесу үшін артынан секіреді. Сол кезде оған Денис тап берді. Сара оның шашынан тартып Никті босатады. Акула оны бөлшектеп қана қоймай торды да сындырады. Ник темір гарпунды алып жыртқышқа тығып алды. Сөйтіп есінен танып қалған Сараны су бетіне шығарады. Жігіт оған көмектесіп есін жидырды. Екеуі палубада отырып күннің шығуын бақылайды. Сол кезде аузын арандай ашқан акула судан секіріп шыға келеді. Фильмнің соңы. Достар, кино ұнады ма? Комментарияға өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Және де осы видеоға лайк басып, арнаға жазылмаған болсаңыз жазылып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда менің арнамнан шыққан жаңа киноларды жіберіп алмайсыз.